тендерлер, осындай площадкалар не үшін құрылған негізі? Площадкалар не үшін құрылған? Иә, вообще негізі тендер арқылы сатылу деген не үшін? Мақсаты не болған негізі? Тендердің мақсаты ма? Енді негізгі мақсаты ол сол коррупцияға қарсы жасалған. Яғни барлығы ашық болсын, қай әкім, қай министр, қай чиновник не сатып алып жатыр, қандай баға сатып алып жатыр, соның барлығы жария түрде болу үшін жасалған. Негізгі мақсаттардың бірі. Және қосымша мақсаттар бар. Ол ыңғайлылық, яғни бұрынғыдай жаңа қағаз жинап, конвертпен беріп деген сияқты барлығын жаңа заявкамен ноутбук арқылы жіберілетін негізгі мақсаттар осы. Және де мемлекеттің де тағы да бір несі бар, мақсаты тендер, электронды тендерлер емес, жалпы тендердің негізгі мақсаты, мен қазіргі портал туралы айттым, портал не үшін пайда болды. Ал жалпы негізгі тендердің мақсаты ол мемлекеттің ақшасын үнемдеу. Яғни бөлінген ақшаны тиімді пайдалану, осы поставщиктердің, подрядчиктердің несіне назарына сол тендерді жариялап, әрқайсысы бәсекелеспен төмен бағаларды беріп, сол арқылы жаңағы тендер мемлекет өзінің бюджетін үнемдеу. Негізі тендердің мемлекетке пайдасы бар, өйткені тендерде алдын ала төлем жоқ қой. Мысалға сен тендерді ұтып алсаң 10 миллионға да, ол товар 7 миллион тұратын болса, сол 7 миллионға сен өзіңнің ақшаңды жұмсап, сол ақшаны, сол затты алып келіп тапсырасың. Сөйтіп заказчик, тапсырыс беруші 30 күннің ішінде ақша төлейді. Яғни былай қарапайым тілмен айтқанда, қарапайым мысал келтірсек, үйіңде ремонт жасағың келсе, тендер жариялайсың да, мен үйіңде қандай ремонт жасау керек бәрін жазасың, сол ремонт жасайды жұмысшылар. Сосын сен қабылдап аласың да 30 күн ақшасын төлейсің. Сол сияқты бұл жерде енді мемлекетте пайдасы бар. Және жеке кәсіпке де несі бар ма, пайдасы? Әрине, жеке кәсіпке әрине пайдасы бар. Яғни әсіресе жаңадан бастаушыларға пайдалы. Біздің енді қазіргі кездегі тендерге қатысатындардың көпшілігі ол делдалдар ғой. Негізгі кәсіпкерлер, поставщиктер, өздерінің тауарлары бар поставщиктердің көбісі қатыспайды. Өйткені оларға алдын ала ақша төлеу керек. Мемлекет алдын ала ақша бермейді, сондықтан олар қатыспайды көбінесе. Сондықтан да сол жаңадан кәсіп бастап келе жатқандар өздерінің ИП ТО-ларын ашып, қатысып отырып, делдал болып, өзінің ақшасын салып, сөйтіп ақша тауып жатады. Көп мыңдаған адам негізі өзінің кәсібін бастаған осылай. Таза саудагер ғой, сауда. Бірақ енді көп жағдайда бұл үлкен емес тендерлермен болып жатыр. Орташа есептегенде сол 20-25 миллионның тендерлері, сол 100 миллион, миллиардтың тендерлері сол бұрынғыдай негізі коррупциямен байланысы бар өте қатты. Онда жаймен осы коррупция тақырыбына қарай көшсек, мысалы жаңағы самұрық қазына ең мені алаңдататыны. Осы самұрық қазынаның құрамында үлкен ұлттық компаниялар, Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Қазпошта, Қазатомпром. Осы мысалға деп айтсақ, Қазатомпромның өзінің жекелеген күзеттік компаниясы бар. Онда осы самұрық қазынаның құрамында осы тендерлер арқылы енді біліп жатырмын да мен. Қазмұнайгаздың мысалға барлау деген компаниясы бар, КМЖ барлау, КМЖ бұрғылау деймі, КМЖ Security, тағысын тағылар. Осы компаниялардың маған бір сұрақ сұрақтарды алаңдаттырып отырғаны, осылардың тиімділігі бар ма? Біз мысалға самұрық қазына бұл оның бір ғана құрылтайшысы бұл үкімет дейміз. Яғни түбінде негізі халық қой, біздің осы Қазақстанның азаматтарының несі, ұлттық компания. Сол самұрық қазынаға ол бір не емес па? Тіркеме сияқты якірлер емес па, артқа тартатын бір тиімсіз
не емес па, жобалар, компаниялар емес па. Мысалға ол нәрселерді алып тастап жекеге беріп жіберсе, самұрық қазынаның жаңа тіркемелі компаниясына құрамынан алып тастаса. Енді бұған мен нақты жауап бере алмаймын, өйткені бұл жерде себебі белгісіз ғой. Енді сөзбен айту оңай, ой бұлар компанияларды ашып алған, жекеге бермейді деп. Оны бұл жерде енді сол проектіні зерттеген экономистердің жауап беру керек шығар. Негізгі енді жалпы не үшін солай жасайтындарын бір себептерін айтайын. Кейде мысалға жаңағы бір үлкен мекеме, мысалы Қазмұнайгаз, сол Қазмұнайгаздың пайдаланылатын өзінің қызметтері бар, жаңағы охрана болсын, жаңағы қандай қызметтер бар, барлау болсын, бұрғылау болсын, жаңағы столовый болсын, барлық қызметтері бар. Олар миллиардтаған ақша жұмсайды сол жаққа. Олар енді ойлайды, біздің бұл шығындар кетіп жатқан, егер де жеке болатын болса, қаншама ақша біз жеке компанияларға біз төлеп жатырмыз. Ол ақшалардың өздерінің үстіне наценкасы бар, яғни қосып отырған наценкалар бар. Содан ақша тауып отыр, біздің ақшамыз кетіп жатыр дейді. Негізгі себептері сондай қомпанияларды құрады да, және олар Қазмұнайгаздан бөлек басқа компанияларда да қызмет жасап жатады. Яғни бұл айтқанда сол Қазмұнайгаздың басқа қызмет түрлері бойынша да ақша табу бір несі, попыткасы ғой. Түсінікті. Яғни мұнайдан бөлек басқа да жақтан ақша түсе берсе екен деп ойлаймын. Яғни бастапқы оған қойылған жоспар, мақсаттар негізі бизнес ретінде қараған, бизнес жоба ретінде, бірақ ол шын мәнісінде жаңағы сол жерге отырған адамдар, басқа не қылғандар оны басқаша пайдаланып кетуі мүмкін, осы әрине. Осы түпкілікті жаңағы жоспарды. Дәл бұл схеманы коррупциялық деп айтуға болмайтын шығар, өйткені негізгі мақсаты ол жаңағы мекеменің негізгі тауарынан бөлек басқа да тауарлар бойынша ақша табудың несі ғой, жолы ғой. Бірақ енді Қазмұнайгаз енді өте үлкен компания ғой. Сондықтан да сол жерге келетін адамдардың мүмкін бір мүддесі бар шығар. Бар ғой енді, әрине бар, видеоны көріп отқандар айтатын шығар. Бірақ енді мен бұл негіз коррупция бойынша самұрық қазынадағы ең басты мәселе емес деп ойлаймын. Ең басты мәселелер ол мысалға самұрық қазынаның құрамында Қазақстан темір жолы бар. Қазақстан темір жолы менің ойымша ең коррупцияға белшесінен батқан ұлттық компаниялардың бірі деп ойлаймын. Анау басшылардың, президент, вице-президенттердің коррупциясы емес, ол жаңағы микроуровньге түсіп кеткен охранникке дейін жаңағы шлагбаумды көтереді ақшалар мысалға, да. Сондай бір Қазақстан темір жолы негізі үнемі айтамын сол нәрсені. Өйткені ұялмайды ол нәрселер. Сондай бір орысша айтқанда наглый болып кеткен. Енді бұрын солай тұғын 2021-2022-ге дейін солай болады бұрынғы басшылығымен. Осы жылы қателеспесем 2022 жылы жаңа президент Тоқаев басшылығын өзгертті ғой, қылмыстық істер қозғады. Мүмкін енді сол жердегі бұрынғы президенттің туысқандарын алып тастады. Мүмкін енді қазір ретке келетін шығар. Бірақ сол Қазақстан темір жолы негізгі сол коррупцияға белшесінен батқан компаниялардың бірі болатын. Ол бұрыннан келе жатқан Қазақстан темір жолы деген бөлек мемлекет тіптен. Ол жердегі енді менің ойымша жалпы негізгі коррупция туралы айтатын болсақ, негізгі мәселе бар, және қосымша мәселелер бар. Негізгі мәселе бұл жерде тексеруді күшейту керек. Самұрық қазынаның тендерлер бар, закупка. Солардың жүргізілуі бойынша үлкен проектлер, миллиардтаған проектлердің ақшаның таратылуы бойынша тексеруді күшейту керек. Және де соларда самұрық қазынаны тексеріп жатқан адамдардың артынан да тексеру керек. Тексерушілердің артынан тексеруші болу керек. Өйткені біздің елде ондай не емес, құпия емес, кез келген деп айтпайын, бірақ тексерушілер келсе, мысалға да, ол жерде енді әрқайсымен сол тексерушімен келісуге болады. Тексеруші баратқанда да бір немен мақсатпен барады ол жерге. Бұл жерде негізгі баға ғой, қандай баға келісеміз деген мәселе. Сондықтан да бұл жерде тексеруді жиілету керек.
сосын сол тексеріп жатқан адамдардың үстін тексеру керек. Білмеймін енді ол екіншілердің үстін тексеру керек па, тексеру емес керек па, сондай. Ол негізі өзің осы нені қоптайсың ба? Осы тексеріс деген өзінің тиімділігінің нәтижесін береді деп сенесің? Енді берді нәтижелерін беріп жатыр ғой. Бізде Қазақстанда 2015 жылдан 14 жылдан бастап мысалға министрлерді, әкімдерді, үлкен басшыларды отырғыза бастады. Оған дейін отырғызбайтын. Мен өз басым кездестірмейтін. Көбінесе отырғызатындар жай бөлім басшылары, сол қаладағы біреулер, қаланың әкімі деген сияқты да. Ал облыс әкімі, министр дегендерді көп отырғызбайтын. Мысалға министр здравоохранения, денсаулық сақтау министрлігі ең бірінші министрлерді отырғызған сол кісі, бұрынғы аты есімде жоқ. Кейіннен министр обороны, Қазақстан темір жолының бір нелерін отырғызды. Ең бастысы сол 2015-тен басталды ғой, 2014-2015-тен. Сол кезден басталғалы бері жалпы жергілікті жердегілер уже қорқа бастады. Яғни сен төбедегі адамдарды алып тастап жатса, отырып жатса, жергілікті жердегі бөлім басшылары болсын, немесе бухгалтер болсын, олар да қорқады, аналар қалып жатқанда мені қайтеді деп та. Осы бір жыл бұрын ба мен естіген бір таныс жігіт бар ғой, сол госзакупте жұмыс істейтін сол госзакуптың жан-жағында жүреді, сол басшы болады, біресе зам болады деген сияқты. Сол жұмыстан шығып кетті да өз еркімен. Кішкене таң қалдым, неге шығып кетті, жақсы отырған жігіт тұғын, ақша тауып отырған жігіт. Сол неге шығып кетті десем, қазір сатып алдың өзін отырғызып жатыр ғой дейді да. Сатып алдың отырғызғаннан кейін маған қарамайтын шығар деп шығып кеттім дейді да. Сол сияқты ғой енді бұл да. Қарайды ғой жұрттар, қарайды не болып жатқан. Сондықтан да тексерудің негізгі пайдасы бар. Егерде ол тексеру жай ғана показательный болмаса, жай көз үшін болмаса, ол пайдасы бар. Мен бір жерден естіп едім да, Совет үкіметі кезінде энциклопедия дегенді бастады ғой. Яғни сондай бір оқулық болды ғой, үлкен. Оның ішінде жаңағыдай бүкіл сөздер, терминдер, соның аудармасы, соның түсініктемесі деген сияқты болды. Сөйтіп оған қыруар ақша бөлінген Ал Америка тұрды да соның альтернативасы ретінде Википедия дегенді ашты интернеттен. Ол бірақ ол жерде ақша жоқ. Ақша құйылмайды, миллиардтаған ақша құйылмайды, бірақ бұған кім өзі жаңағыдай несін біледі, соны жазып кете береді Википедияға деп. Сөйтті де ол гигант бірден ұтып кетті ананы. Яғни Википедияда жаңағы бүкіл нәрсеңді білесің, және ол ақшасыз жасалған. Ешкімге ақша берілген жоқ. Ал энциклопедия дегенді ашуға қыруар миллиардтаған ақша кетіп қалған. Яғни не айтқым келеді? Мысалға көптеген біз жаңағы тексеретін компанияларды ашып, я болмаса бір жаңағы комиссияларды, оны тексеретін басқа комиссия, оны тексеретін агентство деген сияқты не қыла бергенше, одан жай соны халыққа осы нені функцияны берсек. Яғни халық дегенде қалай? Осы тендерге қатысатын, сол нәрсені іштей түсінетін, және сол қызмет түрін не болмаса тауардың жалпы бір нелерін, қыр-сырларын түсінетін сол адамдар келіп жаңағы несін шағымдарын, міне мынандай жерде мынандай дұрыс емес техникалық сипаттама қойылған, мына сатып алу мына жерде мынандай қателік бір нелер қателіктерге жіберген. Сол үшін осындай жаңағыдай не қолдану керек, шара қолдану керек деген сияқты. Сондай қылып айналысса деймін да. Яғни сол кезде ол тиімділігі көп артады ма деймін. Яғни оларға еще ақша да берілмейді. Қыруар жаңа комиссия ол тағы жаңа өзің айтып отқан сияқты олар бағаға келседі. Ана жаңа сатып алушылармен көбірек тиімділігі артып, көптеген нелер бірден жаңағы төменгі деңгейден осы техникалық сипаттаманы жасап жатқан адамдардан бастап істі бола бастаса, не қылатын болса бастаса, тиімділігі бірден қадамдап артпай ма? Қалай ойлайсың? Иә, әрине, бұл жақсы ұсыныс негізі.
енді бір тексеруші орган болу керек. Сол тексеруші органдар өздері ғана тексеріп қоймай, сол жаңа орысша айтқанда народный контроль дейді ғой, халық бақылау деген бар. Осы тендерге қатысып жүрген адамдар барлық көрген жаңағы заң бұзушылықтар болса, әділетсіздіктер болса, соларды енгізіп, жазып, сол нәрсеге жаңа тексерушілер назар бөліп жүрсе, әрине ол жақсы жұмыс істейді, бұл жақсы идея. Мен бұл ұсынысты жасаған болатын осы қаңтар айында, не жоқ, ақпан айында ұсыныс жасадық. Сол кезде жаңа президент самұрық қазынаға өзгерістер енгіземіз деп бір үлкен істі бастаған. Сол ұсыныстарыңды беріңдер деп жаңа атамекен жинады. Сол кезде мен өзім ұсыныс бердім, бір 10 шақты ұсыныс. Соның бірі осы жаңа халықтық бақылау функциясы. Мен бірақ ол жерде айтқан ұсынысым, тауарды қабылдап алады ғой тендер бойынша заказчик. Сол қандай товар алып келді, соны халықтық бақылау көруіне жаңа доступ беріңдер деп. Өйткені мысалға тендер жариялауы мүмкін, мынандай стакандар сатып алып жатырмыз, 250 мл, қалыңдығы 5 мл, жаңа шыныдан жасалған деп та, түбі жағы там 10 мл деп мысалға да. Сөйтіп 2000 теңге қояды бағасын. Ал осы нарықтағы ең төмен баға 1000 теңге. 1000 теңге. Соны біреу енді қатысып, үстіне 200 теңге қосып, 1200 теңге береді ғой бағасын. Оны біреу барып 800 теңгеге ұтып алады. Мысалға да. Ол 800 теңге келмейді ондай зат. Ол өндірушіде емес, бір ИП мысалға да. Енді ең төмен бағасы 1000 теңге болғаннан кейін ой туады, ол енді сондай фактілер бар негізі. Сол мысалы 500 дана осындай не болса, 500 дана стакан болса, жаңа мен айтқан сипаттама бойынша 500 емес 300 апарат осындай сипаттамасын, бірақ қағаз бойынша 500 қабылдап алдық деп төлейді. Түсіндің ба? Немесе 500 апарат, бірақ 250 емес 150 мл жаңағы сапасы нашар, яғни бір 500 теңге тұратын стаканды апарып береді. Ал тендерде жарияланғаны бар, ұтқаны бар, ал не қабылдап жатқанын біз білмейміз да. Сондықтан сондай ұсыныс жасаған болармыз. Сондай бір аномальды бағалар бар, қатты жаңа сенгісіз сенуге күмән туғызатын бір лоттар бойынша қоғамдық бақылауға сондай бір институт болса, солар барып, қандай товар қабылданып, соны көріп, сөйтіп анықтау мүмкін. Сол сөз болып қалды негізінде. Менің түсінгенім негізінде мәселе ол ұсыныстың жоқтығында емес, идеяның жоқтығында емес, схеманың бір әлсіздігінде емес. Бұл орысша айтқанда желание дейді ғой. Онда бір қатты негізі мүдделі болып отқан жоқ басшылар. Яғни осы кәсіпкерлерді қолдайық, мына жердегі коррупцияны жояйық, ал осыдан бастап дұрыстап жұмыс істейік, не істейміз, ал бас қатырып, ондай болып жатқан жоқ. Мен түсінгенім жалпы билік мәселесінде, жалпы биліктегі адамдардың жұмысы өте көп. Бір былығып жатыр да, мысалға. Былығып жатыр. Өте сыртқы мәселелер бар, ішкі мәселелер бар, бастары қатып жатыр да. Өздерінің семейный мәселелері бар. Семейный болсын, жалпы бас қатып жүрген адамдар да. И сол жерден біреу келіп жаңағы, мына самұрық қазынада мына стакандардың мәселесі десе, ол я дейді да. Кейін дейді да, басқа нәрселермен айналысып жатыр да. Бұл айтқанда семьяң бар, бала шағаң бар. Сен енді жұмыс іздеп жүресің да. Жұмыс таппай, қай жерден жұмыс іздесем екен деп, айлығың аз болып жеткізбей, тағы бір жұмысқа жаңағы іздеп сөйтіп жүрген кезде, мына жақта жаңағы балаларың, семьяларың айтады да, жаңағы біздің үйге жаңағы негізі былай зырғанайтын горка керек еді деп ше мысалға. Сен оған я дейсің да жүре бересің ғой. Бұл да сол енді мен түсінгенше біздегі жаңағы басшыларға қарасаң, негізі бас істейтін адамдар сияқты жаңағы. Енді осы екінші президентке қарасаң бас істейтін адам сияқты негізі. Бірақ сол енді маңызды сұрақтар көп сияқты, соған шамасы жете алмайтын сияқты. Бұл ненің көрсеткіші? Бұл жалпы әуелден жұмысты дұрыс жүргізбегендіктен. Яғни бір адамның басында 50 маңызды іс болса, ол адам, яғни сол маңызды істердің жинағанда айналыспай, жинаған соң кетші. Бұл айтқан накопленный дейді ғой. Накопленный нәрселер. Енді бұл айтқанда стандарт бір адамның басында 5 маңызды болу керек. Сол 5 маңыздысы сапалы түрде шешу керек.
Ал егер де 5 маңызды іс шешілмесе, жылына 5-еуі қолданып тұрса, 10 жылда 50 маңызды болады. Ол оның 50-нің 45-ін шеше алмайды, 5-еуін ғана шешеді. Жалпы енді түсінгенім сол негізі. Сондықтан да қарадым да енді жарайды енді. Уақыт келер деп қойдық. Бірақ енді коррупция әрине сол 50 маңызды істердің топ 3-іне кіретін шығар енді. Оларды кейінге қалдыруға болмайды негізінде. Бұл түптің түбінде негізі әрбір бизнестің, самұрық қазынада негізі бизнес қой. Осы бизнестің түпкілікті мақсаты пайда ғой, пайда табу, таза пайда табу. Осы таза пайдаға коррупция ең көп әсер ететін дүние емес пе? Иә, әрине. Бұл жерде енді приоритет деген нәрсе бар да, енді орысша айтқанда приоритет. Сол мемлекетті басқарып отырған адамдардың приоритеттері қандай, соған байланысты ғой. Егер де қазіргі приоритеттері осы самұрық қазынаның коррупциясы болатын болса, онда әрине шешеді оны. Қазір бөлек приоритетте шығар, солай деп отырмын. Түсінік бар ғой, не критикуй, а предлагай дейтін. Мысалға, жаңа өзің айтып отырсың ғой, ақпан айында бір жаңа ұсыныстар бергенбіз, оның ұсыныс деген сияқты. Соның ішінде нақты бір жаңағы техникалық сипаттамаларды, яғни сатып алуды жариялаған кездегі уже әп-сәттен әлі сатып алынбаған, әлі жаңа ұтып алған жеңімпаз әлі жарияланбаған кезге дейін сол жердегі қателіктер және соған қатысқаннан кейін жаңа айтып отқан затты алып келген кездегі тексеріс деген сияқты. Соның айналасында бір ұсынысты нақты қалай, кім істейді, қалай қояды деген сияқты толығымен ашып, жазып, жинап, сөйтіп берсе ұсынысты. Негізінде біз ұсынысты дайындап бердік, деталды түрде барлығын жазып бердік. Қалай жазып, тіпті біз өзіміздің тегін ақ қызметімізді ұсындық, соны жазып берейіксіңдерге деп, жасап берейік формаларын деп. Жаңа қалай қабылдау, қалай жариялау тәртібі ғой. Барлығында. Бірақ менің енді өзім түсінгенім, ол жерде жүйе былай сияқты. Президент бір негізгі мәселені айтады. Например, в сфере госзакупок нужно сократить из одного источника, а также привести порядок в процедурах, усилить прозрачность. Яғни 2-3 бір негізгі көрсеткіштерді айтады. Оны жаңағы сол қарамағындағылар түсініп алады. Президент не деп айтты? Президенттің қалауы жаңағы из одного источника азайту, сосын прозрачностьті көбейту, тағы да бірдеңелер. Бүкіл ұсынысты сол үш нәрсенің жан-жағында жасайды. Яғни соның айтқан нәрсесі ғой, енді соған ұнап тұрған нәрсесі, соған дайындайық деп та. Сосын президент ол деталды түрде қарамайды. Сөйтіп жаңағы қарамағындағы адамдар, төмендегі адамдарға тапсырады. Сөйтіп бір департамент немесе бір отдел, соның ішіндегі бір Олжас деген біреу мысалға да, соны отырып жазады. Жазғаннан кейін ол өздерінің ойларын жазды да, соны қорғайды сосын. Басқа ұсыныстарды қабылдамайды. Мынау, яғни бір рет сол әдемі презентацияға көрсетеді. Президент мырза, міне сіздің тапсырмаңыз бойынша бүгін 25-іне дейін деп едіңіз, айттық. Осындай 50 жаңағы пунктке енгізейін деп отырмыз. 50 пунктке енгізгеннен кейін жаңағы процедураның 40%-ға прозрачность асады. Және де қарап отырсыздар, 23 пункт бар из одного источника. Соның 23 пункттың 11-ін қалдырып жатырық. Түсін ғой, яғни былай айтқанда, былай әдемі цифрлармен жеткізеді. Енді оның президент оған сенеді оларға. Сөйтеді, жақсы, молодец, давай дайындаңдар дейді. Сөйтіп, ұсыныстар жай қалады көп жағдайда. Мен түсінгенім көп ұсыныстар қабылданбайды. Неге? Өйткені жазған Олжас өзінің текстін өзінің бір несі чест ретінде қорғайды да, ештеңені кіргізгісі келмейді. 2 рет па, 3 рет па бердік, ешқандай бір не өзгеріс болмады енді.
негізі айта беру керек, айта беру керек. Әр адам айта беру керек, ескерте беру керек, жайлап. Иә, бұл Иә, әлеуметтік желіде көп талқылана беретін, Иә. бір резонанс алатын дүниелердің бәріне негізі олар қарайды, қарайды, назар аударады. бірақ көп жағдайда біздің жаңағы шенеуніктердің несі бір профессионалдық қасиеті бар. Сөзбен әдемі жеткізіп шығып кетеді да. Отчетпен немен, мысалға, средняя заработная плата выросла на 40% дейді. Болды. Мысалға, ол әрі қарай айтқысы келмейді. Тез мысалға жаңағы депутаттармен жаңағы министрлердің сөйлескенін қараймын да. Бір әйел мен еркектің сөйлесіп отырған сияқты да. Еркек жаңағы логикаға жүктеледі ғой. Әйел жаңағы көбінесе эмоциямен айтады. Жаңағы депутаттар неге бұлай, қазақ тілі бұлай, анау бұлай деп бүйтіп жаңағы мақалмен сондай бір эмоциямен жеткізіп жатады да. Сосын жаңағы министрлер, премьер-министрлер жаңағы шығады да цифрмен сөйлейді ғой олар енді. Жаңағы 21 жылмен салыстырғанда 40%-ға асты, немесе ол сөйтеді да, ана жаңағы тыңдап отырған депутаттар енді ақылды бір сөздерді естіді ғой. Сонымен тынышталып қалады, сөйтіп министрлік кетеді. Бірақ ештеңе өзгерген жоқ та. Бірақ жаңағы қойылған эмоцияны сөзбен басып тастады да. Негізгі сондықтан біздің министрлердің сондай бір қасиеті бар. Негізі профессионал өте. Арнайылап осындай неге өткізетін шығар бұларды, Жоқ, өткізбейді. Дайындықтан. Жоқ, өткізбейді, ол бала кезден тәрбиеленеді. Мен де мемлекеттік қызмет жасадым ғой. Бұл жаза алатын адамдар, сөйлей алатын адамдар, ол жақта бір тоже термин бар, отстрелялся деген. Отстрелялся деген отырып жаңағы халықтың сұрақтарына жауап бердім, кеттім деген сияқты. Бәрі алды жауаптарын, бірақ ештеңе өзгерген жоқ. Түсіндің? Бұл жерде сол сияқты енді әйел мен бір-бірін түсінбейді олар. Еркек әйелді түсінбейді, әйел еркекті түсінбейді. Жалпы негізі менің түсінгенім мемлекеттік қызметке басқа адамдар бару керек. Мемлекеттік қызметте істейтін адамдардың мақсаты кішкене бөлек болу керек. Менің ойымша бірінші не істеу керек? Бірінші мемлекеттік қызметке ақша табу үшін бармау керек адамдар. Бізде көбінесе ақша табу үшін барады. Енді оған кім барады деп ойлайсыз сонда? Ақша тапқысы келмейтін кімдер бар деп Өте ойлайсыз? бай болғысы келген адамдар барады. Жай ғана бір 500 мың теңге айлық жақсы айлық па қазір? Былай енді мысалға енді әкім емес, жалпы халыққа әкім емес, жақсы айлық. мысалға бір акиматта жұмыс істейтін бір бөлім басшысы үшін жақсы айлық па? 500 мың теңге. Иә. Сол 500 мыңға риза болатын адам барып жұмыс істеу керек та. И оның мақсаты мынандай болу керек. Мен осы халыққа қызмет етемін деген ше. Ал ол жерге баратын адамдар бөлім басшысы болып отырмын дейді қазір. Бірақ скоро зам боламын дейді. Замнан кейін ана жаққа барамын. Сөйтіп жаңағы бай боламын деп барады да. Бай өсемін деп ше. Ол мақсат дұрыс емес негізінде. Енді мен ойлаймын да, неге ол жаққа сол мемлекеттік қызметке халыққа қызмет еткісі келіп баратын адамдар бармайды, немесе аз деп ойлаймын да. Неге бармайды? Өйткені айлық менің ойымша аз. Аз, иә. Айлықтар аз. Мысалға сен барасың ба? Мен бармаймын. 200 мың теңгеге жұмыс істеуге. Иә, мен жекеден одан көп табамын ғой. Иә, 200 мың теңгеге жұмыс істеуге бармайсың да. Олар 200 мың теңге береді. Ол жаққа кім барады? Ол жерге 200 мың теңге үшін емес, басқа ақша үшін баратын адамдар барады да. Иә. Түсіндің? Яғни мемлекетке халыққа қызмет ету бірінші мақсат емес, олардың да мақсаты бар енді. Халыққа қызмет етем, бүйтем, көмектесем, осы адамдардың мәселесін шешем. Бірақ приоритетте ақша тұрады да. Ақша табамын деп барады. Сонда енді бұл қиын мәселе бұл жерде. Бұл жерде менің ойымша шынымен де шынайы сол халыққа қызмет ететін адамдарды бір соларды шақыру керек жұмысқа. Ондай адамдар бар деп ойлаймын. Шынымен де жаңағы халыққа қызмет еткісі келетін, бірақ көп ақша қажет етпейтін. Мысалға бөлім басшысы болса 500 мың теңгеге алып, семьясына асырап, үйі бар басында. Сонымен жүретін. Мысалға басқа елдерді қарасаң, көбінесе мемлекеттік қызметтер жаңағы бөлім басшысы ондай бір бай адамдар емес. Көбінесе жаңағы
халыққа қызмет еткісі келіп жүрген адамдар. Енді көп елдер деп айтпай ақ қой, мысалға қарайсың ғой, Еуропа, Америка елдерін қарайсың, былай жай рядовой адамдар, ондай бір немес, қарапайым адамдар көбінесе. Сол біздегі негізгі проблема. Ол үшін не істеу керек деп ойлаймын, менің ойымша айлықтарын көбейту керек. Айлықтарын көбейту керек. Енді мысалға әкімдер негізі бай болу керек. Әкім адам, менің ойымша, жеке өз пікірім, енді біреу келіспеуі мүмкін. Әкім адам бай адам болу керек. Яғни ол лауазымға келгенге дейін бай болу керек. Иә, өзі бай, ақшасы жетіп жатқан адам болу керек. Мемлекеттік қызметке дейін бай болып келу керек. Иә, әрине, мемлекет өзі бай адам болу керек. Сол кезде ол оған қатты бір аш көзбен қарамайды. Иә, ол кезде оның мақсаты ол бір сосын өзінің жаңағы бизнесі бір жерде жүріп жатыр, ақша түсіп жатыр, сондай адам болу керек та. Бізге жаңағы енді көп жағдайда ондай адамдар келмейді ғой. Әлібаев туралы сөйлеп айтады, айтпақшы кісілер. Мүмкін сол шығар, мен ол кісіні танымаймын. Алла жақсырақ біледі. Кешегі ана Алматыда рексіз ба бір неден? Иә, мүмкін енді. 200 бір нәрсе миллионға ма? Мүмкін енді ол кісінің енді негізі семьясы бай адамдар ғой жалпы. Өзі жас. Мен жалпы ол туралы айтып жатқан жоқпын. Министрлер де бай болу керек. Жаңағы бөлім басшылар енді оларды бір жақсы ақша табу керек. Жақсы ақша табу керек. Қызықпайтындай да. Жаңа айта кеттім ғой, депутаттар тіл анау эмоциямен айтып жатады, министрлер жаңағы цифрмен, более мамандандырылған не деп ше. Бірақ сол өзің ойыңша депутаттардың да баратын жаңа үміткерлерін мүмкін құрамына ауыстыру керек шығар. Сондай, яғни солардың тілін білетін, соларға төтеп бере алатындай, соларды жақсы есепке тарта алатындай сондай жақсы мамандар барса депутаттарға. Қалай ойлайсың? Өнеркәсіп деңгейде енді әрине ондай адамдар бару керек. Жоғарғы сондай жақсы білімде, сондай кәсіби тәжірибелер бар. Иә, сондай кәсіби тәжірибелі адамдар болу керек, бірақ депутаттықта негізі олардан да бөлек сол әйтпесе жаңағы қазір спортшылар, жаңағы машинист, вагонный машинист, бір нәрсе деген сияқты кісілер келеді ғой, қазақшаны жақсы біледі деген сияқты, орыстар. Сондайлар. Советский Союздың несі ғой, системасы ғой. Иә, ол негізі өзі бір сол органның алдына қойылып отқан мақсат шешілмейді ғой. Ол негізі ана жоғары жақтағы биліктің өзінің белгілері, өзінің нелері, мақсаттары. Иә, әрине ол жаққа түсінетін адамдар сол министрмен на уровне бір тілде сөйлесе алатын адамдар керек қой. Иә, құлағынан лапшаны іле жібермейтін дейді. Иә. Солай болады. Сондай адамдар керек. Бірақ енді жаңағыдай қарапайым депутаттар да керек. Өйткені форма, жаңағы формальный нәрсе бар ғой, цифраны білу бар. Бірақ цифраны білетін адам көп жағдай негізгі жаңағы эмоцияны да жеткізе алмайды. Мысалға, кейбір ақылды адамдар, ол жаңағы кейбір эмоцияға беріліп қазақ тілі туралы жаңағы айтып жатқан адамдардың несіне партан ұрып. Иә, ондайға несі духы жетпей қалуы мүмкін да. Мұхтар Шахан мысалы бұрын орысшаға тілі келмесе де жаңағы Москвада бір жерде сөйледі ғой мысалы. Ол енді былай айтқанда бір қатты бір формаға несі жоқ, қабілеті жоқ, бірақ әйтеуір ішіндегі намысымен, несімен жеткізіп жатыр да. Ондай адамдар болу керек, яғни араластыру керек. Иә. Рахмет, Нұрлан. Біздің жаңағы қанша күннен бері осы ұстай алмай жүреді, келіп қалған екенсің. Уақыт беріп, уақыт бөліп, осындай сұхбатқа рахмет. Алдағы уақыттарда да әлде де жүздесетін боламыз деп үміттенемін. Иншалла, енді білмеймін қанша адам көретін, ұзақ интервью болды.